Ассалаумағалейкум достар, арнамызға қош келдіңіздер. Халқымыз ерекше қасиетті деп санаған адыраспанның емдік және магиялық қасиеті бар дегенге сенесіз бе? Олай болса видеомызды соңына дейін көріп, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Адыраспанның емдік және магиялық қасиеті. Адыраспан түйетабандар тұқымдастарына жататын көп жылдық өсімдік. Еліміздің шөл және шөлейтті жерлерінде кең таралған. Әсіресе Іле, Шу, Сарысу, Сырдария өзендерінің жағалауындағы тақырланған аймақтарда өседі. Елімізде негізінен адыраспанның 3 түрі кездеседі. Адыраспан өте улы өсімдік, сондықтан да оны үй жағдайында емдік тұрғыда ішке қабылдау аса қауіпті. Медицина ғылымының атасы атанған Ибн Сина адыраспанды 8 көз ауруын емдеуде таптырмайтын қасиеті барын айтып кеткен. Бүгінгі таңда халық емшілері адыраспанды қышыма, қотыр сынды әртүрлі тері ауруларын емдеуде қолданып жүр. Сонымен қатар адыраспанның қайнаған суын жүйке ауруларымен ауырған адамға ішкізеді. Тау халықтары ұйықтататын дәрі ретінде де қолданады екен. Сондай-ақ халқымыз адыраспанды тұтатып, түнімен үй-жайды, мал қораларды аластайды. Бұл ауру сырқау, індет пен бәле жаладан сақтайды деп ырымдайды. Қалай болғанда да адыраспан өте улы өсімдік болғандықтан, қайнатпасын ішке қабылдарда өте сақ болған жөн. Дәрігердің немесе білетін адамның тағайындауымен аса сақтықпен қабылдау қажет. Адыраспанды шикізат көзі ретінде де қолдануға болады. Яғни, адыраспанды қайнату арқылы жүн мен жіптерді бояйтын бояу және шаруашылық зиянкестерге қарсы тұнба алынады. Енді адыраспанның магиялық қасиеті қандай? Қазақ халқы көз тию, суық тию сынды ауруларды адыраспанға тұз қосып, науқас адамды аластаған. Сондай-ақ аяқ қол қақсап, буын сырқағанда адыраспанды қайнатып, суымен ауырған мүшені булайды. Баяғыда әйел кісілер текемет, киіз басқанда көз тимесін деп қасына қызыл түсті мата немесе адыраспан қойып қоятын болған. Егер көз тисе, салынған сызбалар қисық түседі деп сенген. Бірақ бұл тек наным сенім екенін ұмытпайық. Баршамызды түрлі бәледен қорғайтын тек жалғыз Алла екенін ұмытпайық. Сонымен қатар ертеректе көшпелі халықтар кесіртке, жылан сынды бауырмен жорғалаушы жәндіктерден жараланғанда адыраспанға аунап жазылатынын байқаған. Алайда дін мен діл құндылықтарын танып, қастерлей бастағанда бүгінгідей тәуелсіз заманда халқымыз адыраспанды көбіне тек жағымсыз иістерді жоятын шөп ретінде ғана қолданады. Дегенмен, дәстүрлі медицинада адыраспанның шипалық қасиеттері жеткілікті екені ғылыми түрде дәлелденген. Көру қабілеті төмен адамдарды адыраспан тұнбасына шарап пен бал қосып емдейді және адыраспан жапырағын таңып булау арқылы ісікті қайтарады. Жүйке қояншық ауруларын емдеуде тістің қызыл еті қабынғанда адыраспан тұнбасын пайдаланады. Адыраспанның сабағы мен жапырағын қайнатып күнделікті мөлшермен ішсе, талма, сал, суықтан болған ми қабыну және тарамыс ауруларына жақсы ем. Және де тісті адыраспан шөбімен ұстаса, қақсап ауырғаны басылады. Адыраспан құрамындағы гармин мен пеганин қан қысымын көтеріп, асқазан, жүрек жұмысын баяулатады, тыныс алуды жиілетеді. Халқымыз адыраспанды ерекше қасиетті, киелі өсімдік деп оған ерекше мән берген. Тіпті оны жұларда айрықша әсемдікпен жинаған. Біріншіден, әбден пісіп жетілгенін күткен. Екіншіден, тек ер адамдарға ғана жинауға рұқсат етілген. Үшіншіден, адыраспанды жинайтын адам тазаланып, дәретпен ғана жуған. Адыраспанның тағы бір ерекше шипалық қасиеті өкпе ауруларына ерекше ем. Демікпе, ентікпе, туберкулез сынды әртүрлі өкпе ауруына шалдыққан науқастардың айығуына айрықша ықпал етеді. Ұмытшақтық, сал ауруымен ауыратын адамдарды да жазады. Адыраспан өте улы өсімдік болғандықтан мөлшеріне сақтықпен қарау керек. Қорытылай келсек, денсаулық жаратқаннан бізге берілген аманат. Сондықтан да ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Ағзамыз аман, деніміз сау болсын десеңіз, арнаға тіркеліп кетіңіз.